Ақыр заман. Қожа Нәсірдің жалғыз қойы бар екен. Бір құлар қожаны алдап сол қойды сойғызып жемек болады. Қожаға келіп, қожа, Алладан ертең ақыр заман болады деген хабары келді. Мал дүниенің керегі жоқ. Бүгін ішкенін ішіп, жегенін жеп, бәрін бітіру керек. Сен қойыңды сой, бүгін жеп кенелейік депті. Қожа бұған нанат. Жарайды, тек қойды далаға көлдің жағасына апарып сойып, барлық етін сол жерде асып жейік дейді. Құлар мұны мақұл көреді, бәрі көл жағасына келеді, қойды сойып, етті жіліктеп қазанға салады. Мен етті пісіре тұрайын, сендер көлге барып шомылып келіңдер дейді қожа. Құлар мұны қостайды, бәрі киімдерін қожаның қасына тастап, көлге шомылуға кетеді. Қожа олардың киім кешектерін отқа жағып жібереді. Құлар келіп, қожау, киімдеріміз қайда деп сұрайды. Қожа оларға, отқа жағып жібердім. Бәрі бір ертең ақыр заман болса, керек қанша деп ойладым депті.